Ендеше құрмет қонақтар, біз бүгінгі қазыналы дүбірлі кешімізді бастайық. Бүгінгі той иелері районымызда ортаға алып шықсын. Қошеметімізді аямаймыз. Мүмкіндік болса бір орнымыздан тұрып шапалақ ұрсаңыздар болады. Ау жеңеше, шырқалған ән, күмбірлеген күй, той думанның болу себебі не? О не дегенің келін ау? Бүгін біздің кішкентай бүлдіршіміздің тұсау кесер тойы. Ай келін ау, есінде болсын. Тұсау кесер тойы қазақтың ең қасиетті тойларының бірі. Баланың тұсауын көбейіп көгерсін деп көк шөппен, дәулетті бай болсын деп малдың топ ішегімен, ешкімнің ала жібін аттамасын, адал болсын деген ниетпен ала жіппен кескен. Демек, келін ау, бүгінгі кішкентай бүлдіршінімізді ортаға алып кіру бізге бұйырғалы тұр екен. Көпшіліктің көтеріңкі көңіл күйін көл көсір шаттықпен қуантып, осы әулетімізге бақ болып қонып отырған, елді шаттандырғалы отырған бүгінгі біздің періштемізді қарсы алайық ағайын. Поддержка қайда, қошеметіміз аямаймыз. Көрімдің беріп қойыңыздар, көрімдігін. Қыз боз бала кең даланы әнінен әсем тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден. Қыз балаға жарасады ау қашаш болса келен. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын, ата баба көзіндей ғып сақтайық қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсау кесерсінде той, ай шіркін ай. Құда түсі сырға салу беті шарымай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнінен әсем тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсау кесерсінде той, ай шіркін ай. Құда түсі сырға салу беті шарымай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнінен әсем тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсау кесерсінде той, ай шіркін ай. Құда түсі сырға салу беті шарымай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнінен әсем тербеткен. Ай, рахмет. Тәп-тәт балапамыз қарыңыздар, ештеңеден қорқып отырған жоқ. Нағыз бір тақ қодыратын қыз болады ау ару, бір шапалақ ұрып қояйық. Қадірлі қонақтар, едім біз қазақтың салт дәстүр бойынша осы тұсаукесер рәсімін бірден кешіміздің басында бастап кеткені жөн көріп отырмыз. Осы төріміз отырған енді қазақтарымдайды ғой.
кімге кестіреміз деп, осы кісінің жасын берсін, осы кісінің жолын берсін деген ниетпен той иелері кешіміздің төрінде отырған Оралхан апамызды таңдаған екен. Сіздердің қошемет құрметтеріңізбен біз ортаға шақырғымыз келеді. Оралхан апамыз қайдасыз? Рахмет. Бұйырса біздің Раяна да сіз сияқты Алталаштың аяулы анасы болсын. Енді тақтан түсіреміз ба, қыздар? Айды алып берерім, саған терді төгерім, бар нәрсемді берерім. Екі жағынан кімге жетектеттіреміз, екі жағынан?